4 миллион қазақтың обалы кімге? Өліктер үйіліп қалатын. Алматының көк базары мен Панфилов паркының қасында аштықтан қарны арқасына жабысып, қабырғалары ырсиған адамдарға қазан асылатын. Кейбіреулері ұзақ уақыт ас ішпегендіктен ішкені аш құрсағына түсіп өліп кететін. Таң атқанда әр жерде өліп жатқан адамдарды жинап, арбаға салып, қала сыртына алып кететін. Бұл әңгімені кезінде Лениншіл жас газетінде ұзақ жыл қызмет еткен, ашаршылықты көзімен көрген, кейін сол нәубет туралы Шошқаның құмы деп кітап жазған Бағдат Жандосай ақсақал айтқан еді. Өзімнің көзіммен көргенім сонау Балқаштан Алматыға дейінгі жол бойында аштықтан қырылып жатқан адамдар көп болды. Тіпті аштық қысқанда адам етін жегендерін де естідік. 1927 жылы Кәмпескелеудің алдында жүргізілген мал санағы бойынша 50-55 миллион екен. Осы малдың бәрін коллективизация жасаймыз деген сылтаумен коммунистер тартып алды. Халық аштан қырылды. Менің көргенім Алматы қаласы мен облысының төңірегіндегісі ғана. Ал бүкіл Қазақстан бойынша қаншама қазақ аштықтың құрбаны болды. Бұны қазақ ұлтына әдейі жасалған геноцид деп тану керек деп отырушы еді ақсақал. Сол Бағдат ақсақалдың Шошқаның құмы кітабында мынандай жолдар бар. Адам айтса нанғысыз, жан түршігерлік жалпылама қырғын сүйретілі келіп 1931 жылдың қараша-желтоқсан айларынан басталды. Сіләннің көшесінде өлік, тамдардың сыртын айналсаң, бірін-бірі құшақтап жатқан өлік. Тамның ішіне кірсең, зәрең кетеді. 40-30 сантиметрдей терезесінен сәулесін түсіріп, күңгірттеніп тұрған тамның ішінде үнсіз мүлгіп отырған атана, немере шөбере, келіндері, қыздары, туыстары, ағайындары. Басқалары бар бір тамда отырған жандардың өлі тірісі белгісіз. Тек 4-5 есе үлкейіп кеткен көз қарашығының төңірегі аппақ болып, бадырайған ала көздер маңдайларында тұрғандай үрейіңді ұшырады. Адам өлерінде көз қарашығы үлкейіп кететінін содан бері білем. Коммунистердің қойтырқы саясатының кесірінен ашаршылықтан 6 миллион қазақтың 4 миллионы қырылып қалды. Кейін ашаршылықтан қырылған халық саны 2 миллион деп бұрмалады. Бұл туралы жазушы Олжас Сүлейменов 2016 жылы 27 мамырда Баянауыл аудандық Баянтау газетіне берген сұхбатында Мәскеуге барған бетте Ленин кітапханасынан 1926 жылғы санақтың қорытындылары жарияланған кітапты тауып оқығанмын. Казахи – самая крупная тюркоязычная национальность Советского Союза, 6 миллионов 200 тысяч человек деген тұсын көшіріп алған. Ал 1939 жылы 2 миллион адам ғана қалған. Мұндай қорлыққа тек қой мінезді жуас халық қана шыдай алады. Ал біз жылқы мінезді халық емес педік деп жазған болатын. Өкінішті, жылқы мінезді екенімізді әлі көрсете алмай келеміз. 4 миллион халқымыздан айырыла тұра сол келмеске кеткен жүйенің саясаты қазақ ұлтына қолдан жасаған қырғынына саяси баға бермедік. Сол коммунистердің мұрагерлері қазақ халқынан әлем алдында кешірім сұраған жоқ. Егер сол 4 миллион қазақ пен саяси қуғын сүргінде атылған қазақтар тірі болғанда бүгінде қазақ ұлтының саны 60-70 миллионға жетер ме еді? Саяси қуғын сүргін құрбандарын ақтау үшін мемлекеттік комиссия құрылып, президент біз жазықсыз жазалағандардың әр қайсысын есте сақтау арқылы ғана кемел келешекке жол ашамыз деген есте. Ұлттық сананы көтеру үшін ұлт тарихын ақтаңдақтардан тазартып алу және ел бастан кешкен, бұрмаланбаған шынайы тарихын өскелең ұрпаққа жеткізу ең басты мақсаттың бірі болуы қажет екен айқын. Әділбек Қаба. Оқыған Қуат Ахметжан.